Қайдасыз? Шиман апам қайда жаме? Мен тамадам, дым қатысым жоқ. Мына кісілер бәріне. Usta meni almaz. Abil Seyit қайда? Meni aldınızlar. Abil Seyit құтты болсын туған күнің. Amin. Can қалайсың? Сен туған күнің бе, Сейілханның туған күні ме? Жоқ, менің туған күнім бар. Кімнің туған күні? Әбеке сенің бе? Иә. Can қалайсың? Жақсымын, аман есен еді. Сіздің өзіңіз қалайсыз, жақсы ма? Сен дальнейін кетіп қапты ғой что-то. Давление бұрыннан бар дейді. Ал енді мына бүгінгі Әбіл Сейіт пен Сейілханның дастарханына жиналған халық той құтты болсын. Әбіл Сейіттің 60 жасын қыздары, ұлдары жасап беріп жатқан бақытты болсын. Көре алмайтындар шапалақ ұрмайды өзі солай. 70 жасын немерелері жасасын. 80 жасын шөберелері жасасын. 90 жасын Нарынқолдың әкімі жасасын. 100 жасын Алматы облысының әкімі лишний өз жасасын. Ал сен әр тұрсой? Мамаң шақырайын да. Құтты болсын, Сәке. Мына Құдай қосқан қосағың 60 жасқа толып атыр, қасыңда аман болып жарқырап жүре берсін. Өмір жас ұзақ болсын. Сенің қолғанатың болып әрдайым жарқырап жүре берсін. Әбеке, мен тандың ғой. Ау. Давай. Бір суретке түсір жіберейік. Түсір жібер, тұрыстап түсір, жырпылдатпай. Бұларға да оңай емес енді, қайта бір тесікке қарап жүрген. Түсірдің бе? Мына бүгінгі Әбіл Сейіттің өмір жасы ұзақ болсын, бәріңе Әбіл Сейіт үшін келіп атқан құда жегізат ағайын туыс құтты болсын. Бәріңнің үйіңде той болсын. Сейілхан, Әбіл Сейітің аман болсын. Осы Әбіл Сейітің екеуің бақытты болып, әрқашан жарқырап жүріп, ұлдардың, қыздардың қызығын көре беріңдер. Әбіл Сейіт, сен фамилияң кім? Жылқыбаев. Жылқыбаевтардың үйінде бүгін үлкен той болып жатыр. Баяғыда 1 май деген мейрам бар еді, білесің бе? Білеміз ғой, білеміз. Қандай мейрам? Бейбітшілік, ынтымақ күні. Ынтымақ күні. О күні көшеде не болатын еді, Сәке? Парад. Қазір Жылқыбаевтардың үйінде парад болады. Бір салфетка берші, өтініш. Мынандай салфетка болса бір-бірден ұстап алайық. Кәне, Жылқыбаевтардың тойына келген қонақтар бар ма? Көре алмайтындарға қатысы жоқ, отыра берсін. Мындай болса ұстап алайық. 1, 2, 3. Жылқыбаевтардың тойы құтты болсын. Ура дейміз. 1, 2, 3. Раз, 2, 3. Музыка, поехали. Құрметті жолдастар, Жылқыбаевтардың тойы құтты болсын. Жасасын Жылқыбаевтар. Жасасын Жылқыбаевтардың ұл-қыздары. Жасасын Әбіл Сейіттің құдалары. Жасасын Әбіл Сейіттің ата-апалары. Жасасын Әбіл Сейіттің достары. Кластастары. Служактары. Жасасын Сейілханның төркіндері. Жасасын Нарынқол. Жасасын Текес. Жасасын кім? Жасасын Әбіл Сейіт пен Сейілханның ұл-қыздарының достары. Жасасын көршілер. Жасасын Әбіл Сейіт. Жасасын Алматы.
Жасасын Қазақстан Республикасы. Жасасын үш. Политикаға кірмей-ақ қояйық, Әбілсейіт. Кірмей қойғы. Политикаға кіргендер қораға кіріп жатыр ғой шетінен. Кел, әбеке, қолды аш. Былай. Қолды аш. Сәке үстіне қой. Былай. Алақан, айқастыр. Әбеке дірілдеме. Көп болған ба ұстамағыңа чөт дірілдеп атсың. Осы Құдай қосқан қолдарыңды адамда, Құдайда ажыратпасын. Осылай бірге ата әже болып немере чөберенің қызығын көре беріңдер. Осы екі кісіге не тілейміз? Бақыт, денсаулық, шаттық. Мы желаем, что... Әбеке, үйіңізде күніге секунд сайын мынандай дауыс бәрінің үйінен шыға берсін. Немере көп болсын. Шөбере көп болсын. Осылардың қызығына тоймай жүре бер. Енді сіз мына жерге отыра тұрыңыз, әбеке. Мына жігіттің қасында отыра тұрыңыз. Сәке, сіз мында отырыңыз. Отыр. Англияның королевасы ұқсап шалқайып отыршы. Неше келін, неше күйеу бала бар осы залда? Бір келін, екі күйеу бала бар. Аттары кім? Асем, Ерген, Қанат. Үлкені кім? Үлкені Ерген. Ерген, кесей 1 минутқа. Екіншісі, қасыңа шақыраласың ба? Духың жете ма? Қанат. Сосын? Асем. Чөті Асемге духың қат жететін сияқты ғой. Асем дедің ғой. Асем. Асем. Қанат қайда? Қанеке қайдасың? Келсейші. Қалай жағдай? Ал құтты болсын тойларың. Кімнің жол үлкен? Ең үлкен қыздың жолдасы кім? Енең алдынан наглый өтеді екенсін, Ладно. Одан кейін Қанат сен қасына. Жоқ, былай, маған осылай. Сосын үшіншісі келін не? Ке, мына жерге тұр, жезден қасына. Есімің? Ерген, Қанат, Әсем. Осы Ерген қанша жыл болды күйеу бала болғанына? 17 жыл. 17. Қанатқа ше? Қанатқа 5 жыл. 5. Әсем? Әсемге 9 жыл. Сол 5 жыл мен 17 жылдың аралығында осы үшеуі Сейілхан туралы не ойлайтын білесің ба? Білмеймін. Жақсы ойлайтын шығар. Просто ты так думаешь. Біліп берейін ба? Біліп бергіз. Бәсе ішін қайнап атыр ғой. Ерген, 17 жылдан бері мына отырған кісіні не деп атайсың? Қалай атайсың? Сен өзің? Тәте деп атаймын. Конкретно айтса, пантавац етпей. Конкретно айтып отырмын, пантавац етпеймін. 17 жылдан бері тәте дейсің. Қанат 5 жылдан бері не деп атайсың? Анамдан кем көрмеймін, сол үшін анам деп. Ана дейсің ба? Жоқ, ана дейсің ба, или мама дейсің ба? Жоқ, анамыз ғой. Әсем сенші? Мама. Қанат пен Әсемді мамалатып, неғып Ергенді мамалатпағансың? Ерген өз анасын тәте деген сүрі. Болды. Өзі кемпір шалдың баласы екен ғой, Болды. Так, бұл кісі үйде жоқ кезде бір жаққа қыдырып кетеді ғой мысалы. Атаңмен, қайнатаңмен бір жаққа қыдырып кетеді. Сенде өздерің үйде бір шай ішіп, келіншектерің бар, сенің жолдасың бар. Жастар, осы мына кісі жоқ кезде өз ара үшеуің. Мына кісіні қалай атайсыңдар? Между собой. Тәтем деп атаймын.
Что-то сен бір түрлісің. Қанат сен ше? Анамыз деп айтамыз ғой. Сен келіншегің аты кім? Бану. Бану қайда? Молодецсіне. Ризамын саған. Дұрыс. Өзінің анасын ана дейді, келіншегің анасын ана. Сен жоқ кезде не деп айтасың? Мамам. Конкретно айт, шыныңды айт. Сейілхан деп ұрат шығарсың. Жоқ, мамам деп айтам. Бұл кісінің жақсы көретін тамағы қандай, ерген сен үйіңе барғанда? Лагман. Лағман. Қанат сіздің үйде барғанда қандай тамақ жақсы көреді? Бешбармақ. Бешбармақ. Сен білесің ғой, қандай тамақ жақсы көреді? Бешбармақ. Қайсысы дұрыс айтты? Лағман деді, екеуі бешбармақ деді. Дұрысы қайсысы? Бәрі дұрыс. Жаным, берген жейм ғой десей. Қандай кино жақсы көреді? Оны білмейді екен. Индийский кино шығар. Барлық киноны жақсы көреді мамам. Сен вообще құлаққа теуіп тұрсың, ше конкретно айтайын ше. 17 жылдан бері ашуланғанын көрген шығарсың. Ашуланғанда қандай сөз айтады саған? Маған ашуланған емес. Так, Қанат, Ашуланған көрмеймін. таза нервқа тиетін сен ғой енді. Сен мен нервыма тиіп тұрсың қазір ше. Қандай сөз айтады? 9 жылдан бері нервысына тидің ғой, әсем. Шыныңды айт. Мен нервысына тимеймін. Не айтады ашуланғанда? Маған ашуланған емес. Шыныңды айтса, Айтам, шын айтам. Ашуланбай ма? Әбеке, ашуланғанда қандай сөз айтады сізге? Кім? Сейілхан, Ой, бар болғыл дейді. өлетін жеріңді білесің, Айтпай тұрғанын қарасай. Ай, молодец. Ереге, кел, Қанеке. Столдың екі шетіне екеуіңіз тұрыңыз. Әсемка, 1 минут сен тұра тұр. Бір суретке түсір жібер, екеу балам мен. Естелік болып қасын. Естелік болып, осы. Рахмет, Қанат, ерген, рахмет, отыра беріңдер. Әсем, кел. Құшақта. Кәз, 1 минут. От души құшақтасай, Осының баласын 9 жылдан бері құшақтап атсың ғой. Құшақтасай, от души. Түсірдің бә? Осы сурет шығарып бер мамасына. Мамасы алды, Әсем комнатасын алып қой. Ұйқыдан тұрған сайын сізді көріп дұқысына берсін, Молодец. Барлық текестіктердің атынан Сейілханға арнап, Сейілханның атынан Әсемге арнап бір ән. Сен келім болсаң инабатты. Поехали. Әбекеңнің атынан немерелерге арнап, немерең атынан аталарына арнап, немере. Кет, Қанеке. Рахмет. Әбекең той құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Балаларының қызығын көріп, Сейілхан екеуі көп жасасын.